Бір күні орман мектебінде қоян сабақта отырды. Математика сабағында Керік мұғалім көбейтуді түсіндіріп жатты. Ол тақтаға сандар жазып, балалар көбейту бұл бірдей сандарды бірнеше рет қосу деді. Бірақ қоян қанша тыңдаса да көбейтуді түсінбей қойды. Қосу мен алуды жақсы білетін ол көбейту не үшін керек екенін ұға алмады. Сабақтан кейін көңілсіз күйде үйіне қайтты. Үйіне келе жатып қоян даладағы үлкен алма ағашын көрді. Ағашта топ-топ болып өскен алмалар жайқалып тұр екен. Қоян алмаларды санай бастады. Бір бұтақта 3 алма бар екен. Ал дәл сондай 4 бұтақты көрді. Егер әр бұтақта 3 алма болса, барлығын қалай тез санаймын, деп ойланды ол. Сосын алмаларды қосып көрді. 3 12. Сол кезде қоянның ойына Керік мұғалімнің сөзі түсті. Демек 3 алманы 4 рет қосу, бұл 3-4 екен ғой. Көбейту дегеніміз көп рет қосу, деп қуанып кетті ол.